Арақ алып келдің бе? Иә, міне алып келдім. Кәнекей, міне. Иә, дұрыс. Енді тез бар, тез комнатаңа бар. Жарайды. Лили. Ау, не болды, анашым? Тез тұр, кетуіміз керек. Не үшін кетуіміз керек? Жаңа өмір бастаймыз. Әкем бізбен бармай ма? Жоқ, бармайды. Неге? Ол менің әкем емес пе? Енді ол осында тұрады дегендей. Біз жаңа өмір бастап басқа үйге көшеміз бе? Иә, солай болады. Жарайды. Сондықтан көп созбай заттарыңды жинап қой. Жарайды. Осында келіп тұрамыз ба? Иә, осында келіп тұрамыз. Жарайды. Анашым, мен осы ойыншығымды да алып кетсем бола ма? Иә, алып кете ғой. Рахмет, онда салып қояйын. Так, на светильникті алып кетейік. Так, бұл алынбайды екен, жарайды. Жүр кеттік тез. Аха. Кішкене ұйықтай тұрмасам. Аналар қайда екен? Жарайды. Бір жер кетіп қалған шығар тағы. Бұл қандай жер? Бұл ма? Мен әйтеуір танимын. Біреулер тұрған ғой. Бұл жер неге қирап кеткен? Бұл жерде ешкім тұрмаған, сондықтан да. Бұл жерде мен қорқамын. Қорықпа. Өйткені бұл жер ештеңе емес. Бұл жерде тұрған ғой. Так, кірейік жүр. Мәссаған, бұл жер қар. Мен мұнда отыра тұрам. Так. Мен ойыншығымды ала қой. Так, мына жерде қояйық. Так, мынау сенікі. Так, мына нелердің орнына қоя салайық. Біздің светильник. Осы бағыт туралы мен бұл жерді таптым. Так, мынау сковородка. Анашым, бұнда светильник бар ма екен? Мен қорқамын. Анда бар екен. Вау, түнде қосып қояйықшы. Аха. Так, мынау үшін келдік ба? Так, мынау біздің тамақтар. Так, мынау біздің төсектер. Төсектерімізді қайда қояйық? Так, төсектерімізді мұнда қояйық. Светильник бар жерге қояйықшы. Аха, жарайды. Мына жерде жатамыз. Жасыл сенікі, көк менікі. Айтпақшы, көк кішкентай екен, сенікі болсын. Жарайды. Так, карта. Қорап тұра берсін мұнда. Так. Қазір пісіре берейін, я? Қарның ашты ма? Я, қарным ашты, пісіріңізші тез. Аха. Так. Сковородка. Но сені түнде не істейтін? Өте суық екен. Ой. Аха, өте суық бұл жер. Мен тоңған жоқпын, бірақ. Мына гүлді алып тастайық. Газды қосайық. Екі нан. Екімізге жетеді. Так, светильник. Мәсті қой. Так. Пойдет. Супта тұра берсін олар. Ол пісті. Жей ғой. Аха.
Мен аны алып тастаймын, өйткені бұл кедергі жасады. Мен киіп алайын. Иә, сіз киіп алыңыз. Қой, ертең мен жұмысқа шығам. Ұйықтайық. Мәсинаны киіп ал, түнде толып қалмас үшін. Жүр. Ұйықтайық, Башы мен мұнда ұйықтайды екенмін. Ой, танатып қойыпты ғой. Тезірек жұмысқа барайын, қызымды оятайын. Қызым, оян. Анашым, не болды? Так, оян тез. Мен жұмысқа кетуім керек, кешігіп қаламын. Жарайды. Так. Бағытымды алып алайын. Так, болды. Қазір кешке қайтам, өйткені мен светильнигімді алып кетейін, иә? Иә, алып кетіңіз. Так, болды. Мен кеттім, Жақсы. Ешкімге есікті ашпа. Жарай ма? Иә, ешкімге есікті ашпайды. Жүр. Так, мен кеттім, сау бол. Так, кеттім. Мен кетіп қалды. Ана, не ойыншық қой, ура, ойыншық тауып алдым. Менде 2 ойыншық бар. Нә. Кешіп қалмасам болды. Жұмысқа барсам екен. Давайте мына жерге барып көрейін. Жұмыскер керек еді. Сәлеметсіз бе? Сен кімсің? Мен осында жұмысқа тұрғым келеді. Қандай жұмыс атқарасың? Мен пол жуа берем, ыдыс жуа берем, маған бәрібір. Маған бір жұмыс берсеңіз болды. Жарайды. Пол жуып, шаң сүртіп, тарелкаларды, посудаларды жуасың, иә? Иә, жарайды. Ал мен кеттім мен. Сау бол. Ар жақта бір кісі бар, содан сұра. Так. Бұл жерде кем бар ма екен? Кие салайын. Сәлеметсіз бе? Мұнда не үшін келдіңіз? Мен жұмыскермін. Жарайды, мына жердегі немен, мына жерге су төгіліп қалып еді, соны сүрте берші. Жарайды. Мен тарелкаларды сүрте берем. Так. Сонымен Елис мамасы көп жұмыс атқарады.